Жақында шетелдік нөмірмен жүйткіп жүрген жүргізушілер шу шығарды. Олар өзге елден жеткізілген темір тұлпарлар міндетті түрде тіркелу керек деген талапқа қарсы болды. Президент солардың мәселесін ескеріп, тағы бір жыл уақыт беруді ұйғарды. Сегодня в Казахстане мы видим проблему с автомобилями. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен тасымалданған көліктерді уақытылы тіркемеу Қазақстанда дау тудырып отыр. Мәселен, Ресей мен Қырғызстанда біздің азаматтарымыз автокөліктерге сенімхат арқылы қол жеткізіп жатыр. Осы арқылы олар көліктің иесі болып есептеледі де Қазақстанда тіркеуге тұрмай-ақ жүре береді. Ал Арменияда қазақстандықтар еліміздің заңын бұзып, техникалық құжат рәсімдейді. Мұндай көліктердің басым көпшілігі бізде тіркеуге алынбайды. Қазір елімізде осындай мыңдаған көлік бар. Шетелдік нөмірмен жүрген автокөлік иелеріне жақсы мүмкіндік беріліп отыр дейді алматылық сарапшылар. Ондай көліктердің мәселесін шешу үшін 1 жыл жеткілікті. Егер жүргізушілер мемлекеттік баж салығы мен өзге де төлемдерді төлегісі келмесе, темір тұлпарды алған мемлекетіне жіберуге немесе бөлшектеп сатуға болады дейді мамандар. Решение президента. Менің пікірімше президент орынды шешім қабылдады. Өйткені шетелдік номермен жүргендерге берілген қосымша уақыт әлеуметтік шиеленістің алдын алуға мүмкіндік береді. 1 жылдың ішінде рәсімдеуге қажетті соманы жинауға немесе көлікті сыртқа шығарып сатып жіберуге болады. Көліктер туралы президентіміздің бүгін айтқан мәселесі шынында да бұл халқымыз үшін өте бір дәйекті мәселе болып тұр. Бұл жерде екі мәселе бар. Біріншісі, шетелден осы бір жаңағы тиімді деп халқымыз әкеліп жатыр ғой. Бұл тиімділік мынау төленетін салықтардың және қосымша құн салығының және соларды төлемеуден қашудың жолы. Біздің халқымыз өте бір аңғал сенгіш қой. Ой, біз осындай кесек тіркеуге тұрар екенбіз деп үміт етіп келген. Енді оларды Армениядан іздеп салықтар Арменияға түсе бастайды. Біз сондықтан президентіміз оны тіркеуге алып 1 жылға рұқсат берді. Президенттің бұл тапсырмасын бұқара былай қабылдады. Енді халыққа қолайлы болды бұл шыққан шешім. 1 жылдың ішінде мысалы Арменияға кері апарса да өздерінің көліктерін сата алмайды да, өйткені ол жақта ол біздерге Қазақстан алып кетеді деп дайындап қойған көліктер көп екен. Жаңа осы мәселе туралы таныстармен сөйлескенбіз. 1 жыл уақыт деген әжептәуір уақыт, бір шешімге келетін уақытымыз бар. Енді бұл жерде маңызды шешімнің қандай деген келе болсақ, бұрынғыдай бір мезетте жаңағы барлық мемлекеттік төлемдерді төлеп тіркеу өткізу деген мәселенің орнына 1 жылға дейін уақыт берді. Демек, осы автокөліктің иелері 1 жылдың ішінде өз автокөліктерін қазақстандық тіркеу жасау қажет. Бұл өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын автокөлік иелеріне, өйткені қарасаңыз бір шетінен бұл көліктердің көбі заңсыз көліктер, өйткені кез келген шетелдік көлік Қазақстан территориясына алып келген кезде 10 күннің ішінде тіркеуге отыру керек, барлық қажетті төлемдерін төлеп, кеден салығын төлеп отыру керек. Ал бұл машиналарда ондай жасалынбаған көліктерде. Олар елімізде ешқандай салық та төлемейді, емін-еркін жүрген көліктер болып табылады. Сонымен қатар тағы бір айтып өтер нәрсе, осы енді әрине елдің барлығы емес, осы көлік иелерінің көбі жол ережесін бұзып, өткен жылдың есебі бойынша 1 миллиардқа жақын айыппұл салыныпты. Айыппұл салынғаннан бұрын бұл жерде оларға айыппұлды төлету мүмкіндігі жоқ. Өйткені Қазақстанда тіркеу болмағандықтан ол көлік иелеріне айыппұл салып, оны төлетіп алу мүмкін емес. Осындай кемшілігі бар. Сонымен қатар елімізге келген 170 мыңнан астам автокөлік ол Арменияда сатып алынғандықтан бүкіл сатып алу қаражаты Арменияның қазынасына кетті. Демек, біздің мемлекетке қаншама экономикалық жағынан шығын келді деуге айтуға болады.